Ақас досым, аман есен жеттіңіз бе? Көздеген мақсатыңа жеттіңіз бе? Мен сізге бір сұрақты қояйыншы. Осы сіз вакцинаны ектіңіз бе? Айқаяқо. Ғазизжан досым, бұл не дегенің? Пайдасыз вакцинаны неге егемін? Ектің бе, екпедің бе деп сұрайды. Біздің үйде вакцинаны мен егемін. Мен егемін. Күш қуатың тасып тұр тұла бойда. Тағы да сұрақ келді мына ойға. Сол сұрақты мен саған қояйыншы. Сен салған вакцинадан қандай пайда? Айқаяқо. Мен салғаннан айтайын қандай пайда. Пособияң түсіп тұрат айдан айға. Билік құсап мен ешкімді мәжбүрлемейм, өздері келіп тұрат. Қайта, қайта. Таңдарыңыз арайлап күліп атсын, пособияның қызығын көріп жатсың. Үкімет триллиондап бөлген кезде өзің досым қаншадан бөліп жатсың? Айқаяқо. Үкімет триллиондап бөліп жатыр, оны біздің көзіміз көріп жатыр. Құдайым ризықтан айырмасын, организм бөлгенін төгіп жатыр ма? Досың сенен қалмасын жырын аяп, күн сайын әйеліңді күліп оят. 7 жылда болыпсыңдар 10 аяқты, 20 жылда болыңдар 40 аяқ. Айқаяқо. Маккизнак. Ойлар келіп неше түрлі санамызға, айтысып біз до конца барамыз ба? Көрерменде шамалы демалсын деп, әлде досым бір шай ішіп аламыз ба? Аламыз. Ақас досым, дарабоз ақынсың ба? Жауап таппай сен маған отырсың ба? Біз сені халық болып күтіп отсақ, әйеліңе вакцина сап жатырсың ба? Агигагым. Ақас досым, маған жауап жазалармай, кешірейік оны да жазаламай. Шәйдан кейін қатты ұйықтап кетті-ау деймін. Мен де ұйықтайын сіздерді мазаламай. Агигагым.